Бағдарламамызды давам етеміз. Қоңырат районы санитария-эпидемиологиялық тыныштық һәм жәмият саламатлығы бөлімі қызметкерлері тарапынан районлық медицина бірлеспесі шипакерлерінің қатынасуында вируслы гепатит, жатыр мойны ракі һәм паразиттар кеселіктердің халық арасында тарқалуының алдын алу мақсатында ұшырасу жүргізілді. Сөз хабаршымызға. Ұшырасу дәсілебінде халық арасында тарқалған вируслы гепатит кеселіктерінің алдын алу, жатыр мойны ракына қарсы шаншу илажлары хақында мағлұматлар беріліп, диагностика һәм скрининг тексерулерінің тұрақты түрде жолға қойылғанлығы айрықша атап өтілді. Вируслы гепатиттерді емлеу, аймақтарда халықты медициналық тексерулерден тұрақты түрде өткеріп бару бойынша тарауқан егелеріне тапсырмалар белгілеп берілді. Сонымен бірге илажда гепатитлер һәм басқа да жұқпалы кеселіктер диагностикасы, олардың алдын алу, тарауқан егелерінің бұл бағдарда білім һәм көнікпелерін арттыру, сондай-ақ әмелге асырылып отырған жұмыстар бойынша да мағлұматлар берілді. Аймақтық кесімінде талқыланғанда көпірек ұшырасқан кеселіктер һәмде шөкімлестірілген мекемелерде анықталған вирусный гепатит кеселіктердің алдын алу бойынша қатты шара іс-илажлар режесі істеп шығу бойынша медицина бірлеспесінің тиісті қанегелеріне тапсырмалар берілді.